Баршаңызға сәлем. Мен қазір Стамбулдамын. Бүгін менің бір күннен влог болады. Менде мындай ойл для снятия макияжа, умывашка, тонер. Сосын бетімізді обязательно осындай салфеткамен сүртеміз. Кеше осындай зубная паста алған болатын. Бүгін бірге тест етіп көрейік. Кейін андай арган майынан жасалған сабын алып көрейін, бірге ашайық. Иісі күшті екен прям. Су сатып аламыз, себебі краннан таза су ақпайды, оны ішуге болмайды. Үстіп аша алмай тұрамыз еще. Астынан су құйдық, үстіне заварка салдық. Менің комнатама рум-тур дейм ба? Жақта менде штатив. Мен осыны Алматыдан көтеріп келдім. Новый чемодан сатып алдым Түркиядан. Әлі қиған жоқпын. Қию керек. Кеше біз шопингқа барған болатынбыз. Осы жерден мен өзіме ұнаған заттар алдым. Оны қалай көрсететінімді білмеймін сіздерге. Мынаны көрсетейін. Мынау Тимаға сағат алдым. Тима ол менің інім. Қандай. Өз таңдады, осы сағаттың атты, содан кейін алдым. Енді Қазақстанға барғанда. Қандай әдемі вид. Мына жақта. Осындай күшті мешіт бар. Түнде жанады осы мешітте, мына жақта жазулар. Қазір өте шулы, сол үшін терезені осы жауып қояйық. Мына жерде менің екі очкиім. Мынау получается фотохромные очки. Күнге шыққанда қарайтыным. Мынау менің өзімнің обычный очкиім бұрынғы. Мынау менің төсегім. Ал ноутбук жұмыс жасауға, сабақ оқуға. И мына жақта үлкен шкаф. Сол коробканың ішіне өзімнің косметикамды салып қойғанмын. Қазір мен боянып алдым. Содан кейін сіздермен бірге қазір маркетке барып келеміз. Заттар алу керек. Мен еще мороженое жейтін келіп тұр. Вот. Еще содан кейін сабақ оқимын. Сосын менде кешке прямой эфир жұмыс бойынша. Мен магистратураға студенттерді дайындаймын. Болашақ магистранттарды. Вот. Қазір бізде қысқы магистратураға қабылдау жүргізіліп жатыр ғой. Соған байланысты магистранттарды дайындаймын. Және одан бөлек мен өзімнің ағылшын тілінен курсынан студенттерім бар. Сол кісілермен сабақ өтеміз. Сосын мен осылай макта ашып қойып, мына жерге чипсы, мороженое қойып, фильм көргім келіп жатыр бір күні. Қараңыздар, стена қирап жатыр, достар. Вот, сөйтіп көргім келіп жатыр. Пока уақыт табу керек. Қазір лифттамын. Дүкенге шықтым. Қазір дүкеннен өзіме заттар алып алып, сосын сабақ оқимын. Лифттар мынандай. Қазір этажыма келген кезде мынау есік сияқты бүйтіп ашылады, қазір көрсетемін.
көшелердің қиылысында орналасқанбыз. Шулы болып жатады, күн болсын, түн болсын. Адам еще көп. Мен қасындағы жақын магазинге барам, так что нормально. Дала бізде жып-жылы. 24-25 градус болып тұр. Октябрьдің 27-сінде. Заброшка сияқты жерде мы өземіз, потому что мына жақта стройка ондырген жүріп жатыр. Бағаларын біздікімен салыстырсаңыздар болады. 18-ге көбейтсеңіздер, біздің теңгедегі баға шығады. Менің жақсы көретіндерім, так что давайте мен қазір сабақ оқимын, соған қасыма қойып жеп отырғанға заттар алғым келіп отыр. Жақсы көретін чипсыларым да осы жерде. Мындай дәнектердің барлығы дәмді. Особенно мынау чипсы алдым. Мынандай да алғым келіп тұр. Ремонт болады. Мынау овощ, фрукты сататын жерім. Мынау мен қырық нәрсе салған, и оның бәрі пайдасыз нәрселер. Магазиннен шықтым, үйге баратырмын. Түрін көрсетіп түсірмей тұрған жоқ, потом жан-жағым бәрі адамдар, и олар кадрға түсіп қалды, сосын олардың беттерін жауып отыр. Мындай айна бар. Мынаны алдым, еще мындай көп заттар алдым, көрсетемін сіздерге. Лифт. Былай ашылады, алдым бағана көрсеткенімдей. Қирап да адам көп шулап жатыр. Магазинде сұралған жоқпын, потому что магазин ішінде ремонт жасап. Біз есікті қазір қалай құлтайтынымызды көрсетемін. Төбесінен и астынан. Короче, төбесі құлталып тұрса, сырттан аша алмайды. Мына жақта бізде Wi-Fi. Тапочка. Қазір не алғанымды көрсетемін. Так. Мороженое алдым. Получается, это 3 вкустан, 6 штук бар. Чипсы. Тағы чипсы. Шоколад. Мороженое мынандай болып, кішкентай бөліктерге бөлініп ашылады. Қазір осыны осылай болып шығады. Ал дәнмен. Мына жерде мен уже сабақ оқып бастап кеттім. Бірінші чипсымды жеп алу керек әрине, содан кейін мороженымды жеп алу керек, сосын барып сабақты оқып бастаймын дедім. Вот, менің күнім примерно осылай өтеді. Бұл менің универге бармаған күндерім. Ал универге барған күндерімді бұйырса келесі видеоларға түсіретін боламын. Мен Түркияға келгенде өте көп влог түсіргім келіп жүр. Сол влогтарды шетінен түсіріп бастайтын боламын. Тыныш жерде отырып, сабағымның барлығын оқып, жұмыстарымды жасап алдым. Менің бүгінгі күнім осылай өтті. Келесі влогтарда кездескенше.